Ассалаумағалейкум достар, биыл Алматылық Қайрат Чемпиондар Лигасына шығып, еліміздегі футбол жанкүйерлерін бір қуантып қойды. Енді футболға қызығатыны бар, қызықпайтын да бар, барлығы да Алматылық клубтың осы турнирдегі ойындарын жіті бақылап отырады. Бірақ Чемпиондар Лигасы Қайратсыз да өте тартысты өтіп жүр. Оның үстінен былтыр турнирдің форматы өзгерді. Өткен маусымда Европаның басты футбол бәсекесінде ПСЖ-ға тең келетін клуб болмаған еді. Ал биыл жағдай мүлдем басқаша. Париждіктерден 1-8 финалда ұтылған Ливерпульдің қалай күшейгенін көрдіңіздер. Жартылай финалда ұтылған Барселонада бұл қателігінен сабақ шығаруға дайын. Былтыр конференция лигасында ойнаған Челсиде биыл Чемпиондар Лигасына шықты. Естеріңізде болса, аристократтар клубтар арасындағы әлем чемпионатының финалында ПСЖ-ны аямай ұтқан болатын. Сондықтан Чемпиондар Лигасының биылғы маусымы интригаға толы болайын деп тұр. Шығарылымды бастамас бұрын біздің арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл бізге жұмысымызды әрмен қарай жақсы көңіл күйде жалғастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар біздің Telegram және TikTok арнамызға тіркеле кетіңіз. Ол жақтан инсайттық ақпараттарды, қызықты жаңалықтарды және голдардың видеосын көре аласыздар. Ең алдымен турнирдің жаңа форматына тоқтала кетейік. Былтырдан бері топтық кезеңді лига кезеңі алмастырды. Енді Чемпиондар Лигасына шыққан 36 команданың әрқайсысы жалпы кезеңде 8 матчтан өткізеді. 4-еуін өз алаңында, 4-еуін сырт алаңда және 8 түрлі командаға қарсы. Турнирлік кестеде ең көп ұпай жинап, біріншіден 8-ші орынға тұрақтаған командалар плей-офф кезеңіне тікелей жолдама алса, 9-шы мен 24-ші арасындағы командалар бір-бірімен күш сынасып, үздік болған 8-і плей-офф раундына шығады, әрмен қарай турнир ескі форматта жалғасады. Жаңа форматтың бір артықшылығы матчтар саны артты және қызықты ойындар көбейді. Соңғы 5-10 жылдықта Чемпиондар Лигасының финалында болған ойындарды біз былтыр жалпы кезеңде ақ көріп қойдық. Енді бар назарымызды жаңа маусымға аударайық. Opta суперкомпьютері биыл Қалқанқұлақ кубок Ливерпульге бұйырады деп болжап отыр. Аталмыш портал командалардың чемпион атануға деген мүмкіндігін былай бағалап отыр. Ливерпуль 20-4%, Арсенал 16%, Пари Сен-Жермен 12-1%, Манчестер Сити 8-4%, Барселона 8-4%, Челси 7%, Реал Мадрид 5-8%, Бавария 4-3%, Интер 3%, Ньюкасл 3%. Байқағандарыңыздай Ливерпуль турнирдің фавориті. Бірақ Арне Слоттың командасына қиын қарсыластар тап болды. Өз алаңында Реал, Атлетико, ПСВ Карабахты қабылдаса, сырт алаңда Интер, Айтрахт, Марсель және Галатасараймен ойнайды. Қызылдарға жеребенің жолдас болмағанын 4-ші себептен Галатасарайдың түскенінен ақ байқауға болады. Еш қиналмай ұтатын қарсыластарынан тек ПСВ мен Карабахты атауға болады. Ал қалғандарына біраз тер төгуге тура келеді. Бірақ Ливерпуль былтыр ПСВ-дан 2-3 есебімен жеңіліп қалған еді. Ол кезде Арне Слот ойынға қосалқы құрамын шығарған. Себебі мерсисайдтықтар оған дейінгі 7 матчтың бәрінде жеңіп плей-офф кезеңінде бірінші орынмен шығып қойған болатын. Биыл былтырғымен салыстырғанда қарсыластары әлдеқайда мықты. Дегенмен Ливерпуль соған сай жазда жақсы күшейіп алды. Флориан Виртс, Александр Исак, Уго Экитике секілді ойыншыларды қатарына қосқан қызылдарға алғашқы 8-ден бір орын бұйырып тұрған болар. Чемпиондар Лигасында топ жаруға үміткер команданың екіншісі лондондық Арсенал. Канонерлер де бұл жазды әдеттегіден ерекше өткізді. Клуб басшылығы ақшасын қызғанбай, Микель Артетаға қалаған футболшыларын алып берді. Ең бастысы шабуыл шебіндегі мәселені шешіп алды. Спортингте жарқырап жүрген центр-форвард Виктор Дөкерешті алаң ортасына Реал Сосидадтан Мартин Субимендиді аттай қалап алдыртты. Өткенде Букайо Сака жарақаттанып қалған еді, оны Челсиден келген Нони Мадуэке жоқтатпауда. Ол аз десеңіз Тоттенхэмнің алтын орап. Кристал Пэластан алған Эберечи Эзе бар. Ливерпульмен болған ойында Вильям Салиба қатардан шыққан еді. Дереу арада Байерден Пьеро Инкапиені сатып алу мүмкіндігінен жалға алды. Бұлардан бөлек Кепа Арисабалага, Кристиан Нергор, Кристиан Москера секілді футболшылармен толықты. Бірақ қанша мықты болса да Арсенал чемпион бола алмағандықтан екінші себетке түсіп қалды. Қарсыластарына келсек, Бавария, Атлетико, Олимпиакос және Қайратпен өз алаңында кездессе, Интер, Брюгге, Славия, Прага және Атлетик Бильбаоға қонаққа барады. Былтыр Реалды ұтып, көпті таңқалдырған канонерлердің ойынында тұрақтылық бар. Клубты біраздан бері Микель Артета жаттықтырып келеді және жыл сайын АПЛ-да екінші орын алуда.
Осыны және жазға трансферлерін ескерсек, былтыр жалпы кезеңді 3-ші орынмен аяқтаған Арсенал биыл да еш қиналмай плей-офф кезеңіне тікелей шығуы тиіс. Чемпиондыққа 3-ші үміткеріміз былтыр қалқанқұлақ кубокты жеңіп алған ПСЖ клубы. Өткен маусымда париждіктерді ешкім тоқтата алмады. Бірақ жазда Челси барлығына Луис Энрикенің командасына қарсы қалай ойнау керектігін көрсете білді. Насер Аль-Хелайфи бұл жазда қатты шығындалған жоқ. Жан-Луиджи Доонаруманы басқа бір шейхтің командасына жіберіп, орнына Лильден Люка Шевальені және Борнмуттан украиналық қорғаушы Илья Забарныйды алды. Чемпиондар лигасындағы ең қиын жеребе дәл осыларға түсті. Өз алаңында Бавария, Аталанта, Тоттенхэм және Ньюкаслмен, қонақта Барселона, Байер, Спортинг және Атлетикпен күш сынасады. Былтырғы мықтылықтарыңды енді дәлелдеп көріңдер. Бірақ өткен маусымда Луис Энрикенің бандасы жалпы кезеңде көп күш жұмсамады. 8 матчта 13 ұпаймен 15-ші орыннан бірақ шықты. Биылғы қарсыластарын ескерсек, бұл жолы да алғашқы 8-діктен орын бұйырмайтын секілді. Оның үстіне Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвиче Кварацхелия, Ликан Ин секілді мықтылары жарақатқа байланысты алғашқы матчтарға қатыспайды. Франция чемпионатына топ жару үшін де көп күш керек емес. Демек, Парижді клуб бар күшін чемпиондар лигасына салуы тиіс. 4-ші орындағы командамыз жаңағы айтып өткен шейхтің клубы Манчестер Сити. Пеп Гвардиола командасында үлкен перезагрузка болып жатыр. Команданың жүрегі болған Кевин Де Брюйне кетті. Одан бөлек Эдерсон, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган, Мануэль Акканжи секілді ойыншылармен қоштасты. Есесіне клубқа Жан-Луиджи Донарума, Джеймс Траффорд, Райан Айтнури, Райан Шерки, Тиджани Рейндерс секілді ойыншылар келіп қосылды. Өзбек бауырымыз Абдуқадыр Хусанов та биыл негізгі құрамда ойнайды деп отырмыз. Енді Пеп Гвардиола футболшылардың бәрін өз жүйесіне өндіру қажет. Бірақ бұл оңай болмайын деп тұр. Себебі қазір лазаретте 10 шақты футболшысы жарақатпен жатыр. Енді қарсыластарына тоқталайық. Бұларға да жеребе жолдас болмады. Боруссия, Байер, Наполи және Галатасарайды өз алаңында қабылдап, Реал, Вильяреал, Бодоглимт, Монакоға қонаққа барады. Естеріңізде болса, қалалықтар былтыр масқара болып, жалпы кезеңнен ұшып кетейін деп қалған. 11 ұпаймен 22-ші орыннан бірақ шыққан болатын. Ол аз болғандай өтпелі матч кезінде Реалдан ұтылып чемпиондар лигасындағы жорығын 1-16 финалдан аяқтады. Биыл бұл қателігін қайталамайды деп айту қиын, себебі мұндай перезагрузкадан кейін оның үстіне мынандай жеребемен алғашқы 8-діктен орын алу қиын болады. Соған қарағанда былтырғыдай 9-шы мен 24-ші орын арқылы плей-оффқа шығуға тырысып көретін шығар. 5-ші үміткеріміз былтыр жартылай финалға дейін жеткен Барселона. Каталониялықтар жазға көп өзгеріс жасамады. Былтыр Пау Кубарсимен дуэт құрған Иниго Мартинес Сауд Арабиясына кетіп қалды. Сондай-ақ қосалық құрамда отыратын Ансу Фати, Иньяки Пеня, Пау Виктордан құтылды. Олардың орнына Ла Лиганың өткен маусымында үздік қақпашылардың бірі болған Жоан Гарсия, Манчестер Юнайтедтен Маркус Решфорд және Копенгагеннен жас талант Руни Бардакджи келді. Өткен маусымда 19 ұпай жинап, сенімді түрде плей-офф кезеңіне шыққан еді. Биыл да сол жолын қайталағалы тұр. Себебі жеребесі оңай түсті. Өз алаңында ПСЖ, Айнтрахт, Олимпиакос, Копенгагенмен шеберлік байқасса, сырт алаңда Челси, Брюгге, Славия Прага және Ньюкаслмен тартысып көреді. ПСЖ және Челсиге қарсы ойындарда сәл қиналса, қалған матчтарда 3 ұпайдың шеті шығып тұр негізі. Сондықтан Блаугрананы алғашқы 8 команданың қатарына еш ойланбай қосуға болады. Енді алдыңғы қателігінен сабақ шығарса, Ямаль, Лёва, Рафинялар Барселонаны чемпиондыққа дейін жетелей алады негізі. 6-шы орындағы командамыз лондондық Челси. Аристократтарды фавориттердің қатарына қосуына басты себеп клубтар арасындағы әлем чемпионатында топ жаруы. Энсо Маресканың командасы әр трансфер кезеңінде үлкен өзгерістер жасайды. Бұл жолда сол әдетінен таңбады. Нони Мадуэке, Кристофер Нкунку, Николас Джексон, Жоау Феликс, Дьюсбери Холл, Ренату Вейга және тағы басқа футболшыларын шығарып салып, орнына Жоау Педро Эстевао, Джейми Гиттенс, Алехандро Гарначо, Йорел Хато, Лиам Делап, Дарио Эссугу секілді футболшыларды алды. Челси ойыншылары Энсо Маресканың философиясына үйреніп қалды. Былтыр конференция лигасында топ жарып, АПЛ-да үздік 4-ке енді. Лондондық клуб чемпиондар лигасының бірінші себетіне түсті. Жеребесі оңай деп те, қиын деп те айта алмаймыз. Өз алаңында Барселона, Бенфика, Аякс, Пафосты қабылдап, Бавария, Аталанта, Наполи және Карабахқа қонаққа барады. Үшінші себеттен Антонио Контенің Наполи түскен сәл қиын болып қалды бұларға. Дегенмен қазіргі құраммен плей-оффқа тікелей шыға алатын мүмкіндігі бар.
Былтыр мынаншасыншы орын алды деп айтайын десек, Челси Чемпиондар лигасында ойнамаған екен. Чемпиондар лигасының королі саналатын Реалдың биыл бұл турнирде топ жару мүмкіндігі өте төмен бағаланып отыр. Былтыр алғашқы 8 команданың қатарына кіре алмай, жалпы кезеңді 11-ші орынмен аяқтаған еді. Бірақ соған қарамастан ширек финалға дейін жетіп, ол жерде Арсеналға жол берді. Осыдан кейін Флорентино Перес Анчелоттиге шапан жауып, орнына Хаби Алонсоны шақырды. Лука Модрич пен Лукас Васкес те клубтан кетіп, Трент Александр-Арнольд, Дин Хейсон, Альваро Каррерас, Франко Мастантуоно қатарға қосылды. Биылғы қарсыластары мыналар. Өз алаңында Ман-Сити, Ювентус, Марсель, Монаконы қабылдаса, Ливерпуль, Бенфика, Олимпиакос және Қайрат командасына қонаққа барады. Біздің алматылық клубқа қарсы қиналса, в принципе, қалғандары оңай болады. Әрине, шындық. Сити, Ювентус және Ливерпульге қарсы ойындарда Хаби Алонсоның біліктілігін байқап көреміз. Мадридтік клубтың үздік 8 ұжымның қатарына кіретін мүмкіндігі молырақ болып тұр. Не дегенмен Чемпиондар лигасын 15 рет жеңген клуб емес пе бұл? 8-ші орында Харри Кейн келгелі бері трофей жеңуді сүйреткен Мюнхендік Бавария. Былтыр Реалдан кейін 12-ші орында алып, солар секілді ширек финалға дейін жетті. Венсан компания биыл бұл нәтижесін жақсарту үшін жазда әжептәуір өзгеріс жасады. Матис Тель, Лерой Сане, Кингсли Коман, Жоау Палине, Томас Мюллер, Эрик Дайер жіберіп, Луис Диас, Николас Джаксон, Джонатан Тан алдыртты. Енді қарсыластарына тоқталайық. Челси, Брюгге, Спортинг, Юнион мен өз алаңында, ал ПСЖ, Арсенал, ПСВ және Пафос пен сырт алаңда ойнайды. Плей-оффқа тікелей шығатын мүмкіндігі бар әрине, бірақ әрі қарай. Команда мықты ойыншылармен жасақталса да, бапкерде тәжірибе жоқ. Мансабын енді ғана бастаған, ойынында тұрақтылық жоқ. Былтыр Фейнордтан оңбай ұтылды. Селтикпен тең ойнаған әлі есімізде. Бірақ кезінде Зинедин Зидан да еш тәжірибесіз чемпион атанып кетті ғой. Неміс мәшінесі былтыр ширек финалға дейін жетті. Биыл да сәл қиналса, одан алысқа шабалады. 9-ші орында финалда масқара болып ұтылған Миландық Интер. Биыл финалға жету арман болайын деп тұр бұларға. Команданы ұзақ жылдар бойы жаттықтырған Симоне Инзаги кетіп, орнына аты жоқ, заты жоқ Кристиан Кивуда келіп қойды. Нерадзори А сериясының жаңа маусымында 3 матч өткізіп, екеуінде ұтылып қалды. Бұлардың трансфер кезеңінде өзгеріс жасағаны, жасамағаны білінбейді. Ел білетін ойыншылары жайлы айтсақ, Бенджамин Павар клубтан кетіп, орнына Мануэль Аканжи келді. Қалған ойыншыларын ешкім танымайды. Бұл жолы жеребеде 4 оңай, 4 қиын қарсылас түсті. Өз алаңында Ливерпуль, Арсенал, Славия, Прага Қайратты қабылдап, Боруссия, Атлетико, Аякс және Юнионға қонаққа барады. Былтыр 19 ұпаймен жалпы кезеңде 4-ші орынға ие болған еді. Биыл бұл нәтижесін қайталауы екіталай. Бірақ Инзагидің багажымен плей-офф кезеңіне шығуға болады. Тікелей болмаса да өтпелі матчтар арқылы. 10-ші орында көптен бері енді ғана Чемпиондар лигасына жолдама алған Ньюкасл клубы тұр. Бір қызығы, Англияның бұл клубы 4-ші себеттен бірақ шықты. Барселона, Бенфика, ПСВ, Атлетик пен өз алаңында, ал ПСЖ, Байер, Марсель, Юнион мен сырт алаңда күш сынасады. Эдди Хаудың командасы Чемпиондар лигасына шыға алмайтын еді. Англияның УЕФА коэффициенттер кестесіне орнына байланысты АПЛ-ға тағы бір команда жолдама беріліп, ол 5-ші орын алған Ньюкаслға бұйырып кетті. Бұлар трансфер кезеңінде басты сұрмергені Александр Исактан айырылып қалды. Есесіне Ник Вольтемады, Йоан Висса деген шабуылшылармен толықтырды. Сауысқандар үйтіп-бүйтіп плей-оффқа жетіп, былтырғы Астон Вилланың жолын қайталаса, таңғалмаңыздар. Бүгінгі шығарылымда Опта порталының нұсқасы бойынша Чемпиондар лигасын жеңуі мүмкін командаларға шолу жасап шықтық. Бірақ бұл турнирде жыл сайын сенсация тіркеліп тұрады. Мысалы, өткен маусымда алғашқы 8 команданың қатарына Байер, Лиль, Астон Вилла кіріп, Реал, Бавария, ПСЖ, Ман-Ситидер шет қалған еді. Бірақ ақыр соңында жалпы кезеңді 15-ші орынмен аяқтаған ПСЖ чемпион атанып кетті. Ал биыл жаңағы 10 команданың қатарына кірмеген Наполи, Тоттенхэм, Боруссия, Атлетико, Ювентус, Байер секілді мықты ұжымдар бар. Демек, былтырғыдан да қызық турнирдің куәсі боламыз деген сөз ғой бұл. Оның үстіне өзіміздің Қайрат бар.